Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымыз 8-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиеті пәні 4-ші тоқсан 4-ші бөлім. Бөліміміздің тақырыбы қиял мен шындық. Сабағымыздың тақырыбы күй құдіреті. Сабағымыздың оқу мақсаты шығарма бойынша жазылған сын пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу. Бағалау критерийі: шығарма бойынша жазылған сын пікірлерге сүйене отырып, сыни пікір жазады. Енді балалар, біздер өткен сабақта Тахауи Ақтановтың және күй аңызы әңгімесін өткен болатынбыз. Сол сабақтарымызды қорытындылау ретінде сіздерден әдеби диктант алғым келіп тұр. Тахауи Ақтанов кім? Тахауи Ақтановтың өмір жолы туралы не айтасыздар? Күй аңызы әңгімесінің кейіпкерлерін атаңдар. Күй аңызы әңгімесіндегі тірек сөздерді табыңыздар. Күй аңызы әңгімесінің негізгі ойы қандай? Балалар, осы сұрақтарға жауап жазып, әдеби диктантымызды тезірек толтырайық. Жарайды балалар, әдеби диктантымызды жазып болсақ, күй дегеніміз не? Күй сөзінің білдіретін мағынасы қандай? Осы күй сөзіне ассоциация жасаймыз. Жақсы балалар, күй сөзіне әркім әртүрлі ой пікір білдірген екенсіздер. Енді сіздерге келесі тапсырма. Өткен сабақта сіздерге нар үйдірген күйін үйден тыңдап келуге берген болатынмын. Сіздерге арнайы ссылкасын жібердім. Сол нар үйдірген күйі сіздерге қандай әсер қалдырды? Осы бойынша өз пікірлеріңізді бөліссеңіздер. Біздің нарымыздың ішкі жан дүниесін сіздер сезіне алдыңыздар ма? Жақсы балалар, жарайсыздар, тамаша. Пікірлеріңізге көп рахмет. Балалар, енді бізде бүгінгі сабақты негізгі мақсатын қамтитын тапсырма: күй аңызы бойынша сыни пікір жазыңыздар. Күй аңызы шығармасы туралы. Жақсы балалар, жарайсыздар. Ендеше біздің бүгінгі сабағымызды қорытындылау ретінде кері байланыс беріп өтсек. Бір ауыз сөз әдісі арқылы мен сіздерге алдын ала ұнады, пайдалы, қажет, үйрендім, қызықтым, ұмтылдым, есте сақтадым деген сөздерді берген болатынмын. Осы сөздерді пайдалана отырып, бүгінгі сабағымызға бір ауыз сөз кері байланыс жіберсеңіздер. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.